Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әркімгі ауа райы болжамын алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписать етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Әрбір басқан лайкыңыз үшін қабатоллаға бір ғасын сізге нәсіп етсін. Ал онда біз бастадық. Қазгидроремонт синоптиктері 19, 20, 21 желтоқсан күндеріне арналған ауа райы болжамын жариялады деп хабарлайды icon.kz порталы. 19 желтоқсаннан бастап еліміздің басым бөлігінде циклон әсерінен қар бұрқасын, оңтүстік және оңтүстік шығыс өңірлерде жауын-шашын, көктайғақ, жаяу бұрқасын, екпіні жүну күтілуде. 19-20 желтоқсан күндері солтүстік батыс, солтүстік орталық, 20 желтоқсан күні шығыстан таулы аумақтарда қар жауады. 21 желтоқсаннан бастап батыс циклоны жылуы әсерінен республиканың батысында ауа райы негізінде жауын-шашынсыз болады. Ал оңтүстік, солтүстік және орталық ауа температурасы төмендеуі күтілуде. Сонымен қатар Қазақстанның басым бөлігінде тұман түседі деп болжанып отыр. Түнде ауа райы температурасы батыста 3, -13, ал аяздан есе -5, -18 градусқа. Ал шығыста болса -10, -26 градусқа, ал -7, -20 градусқа дейін созылуы мүмкін. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.